Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге тілдің түсі нені білдіретіні жайлы айтатын боламын. Жалпы тіл ағзадағы бұлшықетті мүше. Онда көптеген нерв ұштары, яғни дәм сезу рецепторлары орналасқан, және ол ауызға түскен тамақты жұтқыншаққа қарай итеретін маңызды рөлді атқарады. Жалпы тілдің түсі қалыпты да ақшыл қызғылт түстес болады, және оның бетінде оңай алынатын ақ жабынды болса, онда ол да қалыпты болып табылады. Және организмге қандай да бір ақау болатын болса, тілдің түсінің өзгеруімен сипатталады. Тілдің түсінің қатты қызғылт болуы ол ағзадағы инфекциялық ауруға және қабыну процестеріне байланысты, ал ашық қызғылт түстес болуы жүрек және де қан ауруларына тиесілі болып келеді. Бұл скарлатина кездегі тілдің өзгерісі болып табылады. Тілдің түсінің бозғылт болуы тамақтанудың жеткіліксіздігімен, А витаминусымен және анемияның бар екенін сипаттайды. Ал тілдің түсінің ақ болуы сусыздану кезінде және саңырауқұлақты инфекция бар болғанда, ал сұр түсті болуы асқазан ішек жолдарының аурулары кезде. Ал тілдің сары түсті болуы ол өтте егер іркіліс болатын болса және гепатит, яғни бауыр аурулары болатын болса, сары болады. Ал күлгін түсті болуы жүрек және өкпе ауруларына байланысты, ал көк түсті болуы бүйрек ауруларына байланысты болып келеді. Және тілдің ұшы жүрекке және өкпеге жауап береді, ал бүйірлері ұйқы безге, өтке және бауырға жауап береді. Ал арты ішек және бүйрек және қуыққа жауап береді. Ал осындай географиялық тілдің болуы В12 витамині жетіспеуінен болады. Яғни асқазанда язвасы бар адамдар және де алкоголизмнен зардап шегетін адамдарда болады. Ал тілде осындай тістердің ізі қалатын болса, онда аса мән беру керек, өйткені бұл клеткалық гипотериозның бір белгісі болып табылады. Ары қарай анализ тапсырып, диагнозды растауы қажет. Әрдайым біз тісті жуған кезде тілімізде бірге жууымыз керек. Тілді жуу үшін осындай арнайы щеткалар қолданылады. Видеом пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.